Ел жаңалықтарына оралсақ, биыл қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі ақын Қадыр Мырза Әлінің туғанына 80 жыл. Бүгін осыған орай ұлттық кітапхана мен Қадыр Мырза Әлі атындағы қордың ұйымдастыруымен музыкалық жыр кеші өтті. Ақынның сөзіне жазылған әндері шырқалып, өлеңдер оқылды. Толығырақ Сағыныш Назардың бейнематериалында. Жүзден астам көрермен жиналған шараны Құрманғазы атындағы халық аспаптары оркестрінің сүйемелдеуімен өз елімді шырқаған Нұрғали Нүсіпжанов ашты. Әнін аяқтаған ол өз елімнің шығу тарихына да куә болған сәтіне тоқталып өтті. Өз елім әнін бір түнде Нұрөпен екеуі шығарып еді, мен үшінші адам болып астарында отырдым. Музыкасын әртүрлі неге салып, еңбек үшін аянбайтын азамат еді Қадыр. 3-4 рет текстін жазып шықты. Сол таң атқанша қара терге түсіп отыр, бір ән дайын болды. 50-ден аса өлең жинағы мен балаларға арналған әдеби сын еңбектерінің авторы Қадыр аға сөзіне 200-ден аса ән жазылыпты. Десе де жарыққа шықпаған туындылары том-том болып үйіліп тұр дейді. Ақынның үзеңгілес досы Оразақын Асқар. Толстой 90 том жазыпты дейді. Ал бұл кісі 100 том жазған шығар. Өйткені аударманың өзі 20 том болады деген. Ал 20 том аударма деген неге? Өзінің жазғаны одан да көп болу керек. Кеште Айгүл Қосанова Қадыр ағаның сөзіне жазылған ақ жайығын орындаса, енді бірі өлеңдерін оқыды. Ал ұйымдастырушылар болса, ақынның 80 жылдығы өңірде кеңінен аталып өтіп, мерейтойға орай Сырым ауданы орталығы Жымпиты ауылында да ескерткіш қойылатынын айтты. Сағыныш Назар, Жанат Абдрахманов, Қазақ Ньюс, Алматы.